дәмді қымыз. Иә, әрі өте пайдалы. Оны бабаларымыз баяғыдан бері ішіп келеді емес пе? Меніңше, ол әлемдегі ең дәмді сусын. Және ол біздің ұлттық сусынымыз. Сен қорқақ роботсың. Сенің кесіріңнен әрдайым Елдос пен Аяжанға ұсталып қаламыз. Әй, саған сөйлеп аузымды ауыртқанша, әлгі Аяжан мен Елдос не істеп жатыр екен? Соны қарайын. Аяжан біздің қымызымызды ішу үшін дүние жүзінен саяхатшылар келеді екен. Біздің ұлттық сусынымыз бәріне ұнайтыны сөзсіз. Сәлем, достар! Сәлем, Диего! О, Диего, сәлем! Қалайсың? Рахмет, жақсы. Ал сендер не істеп жатырсыңдар, а? Біз қымыз ішіп отырмыз. Уай, шын ба? Мен қымыз туралы естігенмін. Ол сендердің ұлттық сусындарың ғой, е? Дәл айттың, Диего. Диего, білесің бе? Бұл сусынды жылқының сүтінен жасайды. Ал біздің Бразилияның ұлттық сусыны кофе. Қызық, менің әкем таңертең кофе ішеді. Жақсы екен. Ал сендер білесіңдер ме? Бразилияда кофеге арналған үлкен мұражай бар. Ой, мен мұны бірінші рет естіп тұрмын. Кофе мұражайы. Барайықшы, менің көргім келеді. Саған әйтеуір бәрі қызық. Сонда барып, қарның жарылғанша кофе ішкің келіп тұр ма? Ой, менің қарным кофеден жарылмайды. Жүр онда, кеттік Бразилияға. Қанша кофе ішер екенсің. Ғажап! Кофе мұражайы деген сөздің өзі қызық естіледі. Достар, одан да сендер бізге келіңдер. Кофе мұражайын өз көздерімен көресіңдер. Тамаша, біз қазір ұшаққа отырамыз. Диего, бізді күте бер. Солтүстікте жатыр тасы көнені, оңтүстікте сирек аңды көресің. Батыста мол ескерткіші даланың, қиырдағы қала жатыр мәңгі ұйқыға бөледі. Дүниеде мол ғой қызық бар анық, қайда жүрсең күтер сені жаңалық. Дүниеде мол ғой қызық бар анық, қайда жүрсең күтер сені жаңалық. Есіңе салып қояйын. Біз мұнда кофе ішуге емес, ұрлауға келдік. Ой, кофемді төктің ғой. Дәмді. Кофе мен самбаның отаны Бразилияға қош келдіңдер. Тамаша! Қандай әдемі ғимарат. Тез кірейік. О, қара! Ең сирек кездесетін көне кофе. Бізге керегі осы. Иә, қазір саған да кесеге құйып келейін. Ақмақ, маған бір кесе емес, бір қабы керек. Қапты ал, қашамыз. Дұрыс айтасың. Үйге барып ішеміз, иә? Рас, бұл мұражайдың ғимараты
өте әдемі. Оны 1920 жылы салған. Бразилияның киноларында адамдар үнемі кофе ішеді. Солай ғой? Ие, кофе біздің ұлттық сусынымыз. Және біздің еліміздің негізгі өнімі. Ал мұнда қанша сурет бар? Тіпті төбеге дейін сурет салып тастапты ғой. Суреттерде кофе плантациялары бейнеленген. Онда жайқалып өсіп тұрған кофе еңбеккерлер бар. Иісі қандай тамаша! Ал мына залда өте сирек кездесетін мұрағат тұрады. Қазір көресіңдер. Қызық, ол неге сирек кездеседі? Ой, ол мына жерде өте көне қапта тұру керек еді, Өкінішті. Мүмкін оларды ішіп қойған шығар? Жоқ, олар арнайы мұражайға қойылған. Ендеше оларды бубумен сотқарбай әкетті. Ал енді ұрыларды қайдан табамыз? Мына жерге кофе төгіліпті. Біреу кофе ішкен ғой. Ендеше осы ізге түсейік. Дәуке, бізде керемет бір нәрсе бар. Не деп тұрсыңдар? Жұмбақтамай. Айтыңдар тез. Дәуке, сіз шөлдеген болапсыз. Біз сізге Бразилиядан кофе әкеле жатырмыз. Кофе Бразилиядан. Онда тезірек жеткізіңдер. Ей, ұрылар, тоқтаңдар! Тезірек жетіп алайық. Сотқарбай, анау Елдос пен Аяжан артымыздан тағы келе жатыр. Бұл жолы оларға жеткізбейміз. Әне, ұшатын арал көрінді. Ол Дәудің ұшатын аралы. Қап, біз үлгірмедік. Олардан айырылып қалдық. Саспа, біз оларды жеңеміз. Алға! Міне, қолға түстіңдер, ұрылар. Сағыздай жабысып айырылмады ғой мыналар. Тәртіпке шақыршы. Жұлдыз ұшақ, ұрысқа! Көкесін көрсетейік бұлардың. Алақай, біз жеңдік. Міне, мұрағатты орнына қойдық. Иісі қандай керемет. Рахмет, достар. Сендерге 1000 алғыс. Оқасы жоқ, Диего. Одан да бізге кофе туралы айтшы. Кофе өте ежелгі сусын. Тек 12 ғасырдан бастап адамдар оны кептіріп, қуыруды ойлап тапты. Кофенің дәні
кіп-кішкентай және жасыл түсті болады екен ғой. Иә, тек қуырғаннан кейін ғана ол қоңыр түске келеді. Кофе әлемдегі ең әйгілі сусын екен. Кофе туралы қаншама қызықтар білдік. Диего, енді сен қымыз ішуге бізге кел. Міндетті түрде барам. Жолдарың болсын, достар. Кофе жақсы, бірақ біз үшін қымыздан артық сусын жоқ. Иә, ата-бабамыз оны өмір бойы ішіп келеді емес пе? Ендеше бізге қымыздың мұражайын ашу керек. Бірақ ол ашып кетеді ғой. Алайда оның пайдасы туралы көп айтуға болады. Маған тағы да қымыз құйшы.